Bismillah. Avro versin. Birinchi o'zing komandaga deb. Kameranga qarab komandasi bo'ldi. Сәттілік десе Өз командаға сәттілік деп. Мынау сенікі. Ол менікі емес. Ол екеуі сенікі. Оның бәрі негізі үкіметке. Жаңағыдай ризамшы кейбір подкасттар болады ғой. Тұрады өзі күліп отыр, өзі бастап кете береді ғой. Сөйтіп бара берсе? Иә, сөйтіп бастап отыр онсыз да, иә. Тақырыбы ештеңесіз, иә. Құрметті достар, жалпы YouTube арнамызда бізде Тамады деген арнайы бағдарлама ашып жатырмыз. Айдар. Және де біз осы Қызылорда қаласындағы, және де алдағы уақытта бір дамып кетіп жатса, республикаға шығып жүрген үлкен тамадалар Қызылордаға келіп жатса, немесе біз артынан іздеп қуалап жүріп, соның еліне барып та бір үлкен подкасттар түсіреміз, сұхбаттар түсіреміз. Яғни Тамады деген подкаст. Новый подкаст. Біздің де ататын таңымыз бар шығар. Және де сол подкасттың жүргізушісі мен, Әлби Басар болды десең. Ну-ка, Мен научен Нұрдәулет Бекарстанов. Бізде өте арзан тамад. Бұл да жүргізуші біздің. Және де қонақ болып келіп отырған Азамат Нұрмағамбет Қызылорда қаласында қазіргі таңда шүкір жастар үлкендерді бас босып келе жатыр десек те болады. Тамадалар арасында үлкен сұранысқа ие, жан, БДБ дейміз енді бәріміз. Басы бала деген. Бірақ енді, Азамат, қош келдің. Қош көрдік, братан, құтты болсын. Әлеке, новый проектлеріңіз. Енді аты айтып тұрғандай Тамады. Біз бұл подкастта ережесімен таныстыра кетейік. Оның ережесі қатты бір таңғалатында ереже емес. Алып тілек болады. Алып тілек көмейді. Жетеу болады. Рахмет, ағайындарды қосу керек десе. Біздің де ататын таңымыз бар шығар. Алғашқы тамадылыққа қалай келдің? Тамады болған кезде бір шіреген бір уақыттарың. Және тамадылық кездегі бір кешігіп қаласың, немесе үлгермей қаласың, немесе ертерек келіп қаласың, немесе тойда бір неше түрлі қызықтар болады. Біреуден таяқ жейсің. Өзім күліп жатырмын ше. Өзім историяларым. Ішімде уже басым редактор кетіп жатыр ғой, айтуға болады, айтуға болмайды. Жоқ, бәрін айт, давайте бүгін. Любой Бүгін сол бәрін айт, осы проект жауып қалса ба. Той иелерінің бәрі келіп па, осы яқара. Исан келіп соғыз тұрғандай 4-5 той иелері. Біз білмейді қаяқта екенбіз. Өйткені біз бейне ордадамыз деп ше. Реклама ұрып жүрсең. Бейне орда. Яндекстің астында деп отырсың. Кіресің солға бұрыласың. Магазинне өтесің деп. Тамады тамшылар. Әзіл күлмекке жақсы, бірдеңе күлмекке жақсы деп. Өзің бір асабалық қызметте. Ассалаумағалейкум марды. Өзің бір өзіңнің өміріңдегі. Жоқ, неден бастайын енді? Бісмілләден бастайсың ғой орында отырсың. Не, бірінші историядан ба? Бәріміз айтайық та. Давайте. Сіз де той жүргізесіз. Мен де жүргіземін. Давай сен осы бағдарлама сен өзің жүргізсең. Жоқ, каждыйымыз бит кете береді ғой сосын. Мен бастап берейін. Қызығын бастап берейін. Әулет үлкен бастасын. Ең бірінші тамадылық бастап келатқан кезде менде андай бір қызықтар болды. Жаңағы не дейді? Ойынға шақыратын еді ғой баяғыда бізді. КВН. Ортасына КВН ойнап кет, немесе ойын ойнатып кет деп 10 мың теңге береді, 5 мың теңге береді. Әйтеуір соны ал. Күшті ғой дер. Студентпіз, немесе студент енді бітіріп жатқан кезіміз, әйтеуір шамалы бір 10 мың теңге нормально. Сөйтіп жүрген кезде бізде Абзал деген, Бақтыбайұлы Абзал деген тамады жігіт бар. Сол кісі көп шақыратын мені. Әлеке кесей деп, өйткені ол ойын ойнатамайды да. Ол словесный жүргізеді андай ше, тек қана. Ойын жоқ ода. Тым ойын ойнатамайды десең, әлі жүр ойын ойнатамайды. Бірақ заказы көп. Сөздің адамы ғой. Сөздің адамы ғой, мұғалім ғой, ұстаз ғой. Сол бет ашады өзі, сол ортасына ойын тығып бер деп. Сонымен ойын айтып жүремін да, сосын тұрып айтады маған. Әлібей, осы ойыннан кейін құрдастарына тілек бересің, коллективке тілек бересің, осылай деп айтасың дейді. Сол құрдасына коллективке тілек беріп кететін кездер болды ше, жаймен деп. Сол бір күні құдалардан кейін ба ойын тық деді, шешілектен кейін уже давай тыға бердім. Кіріп кеттім да, ор болдым. Сөйттім де, артынша мына құрдастарға бересің тілекті. Жақсы деп болды, құрдастарға тілекті беріп тастадым. Ана тамады іздеймін ғой, Абзалға. Мана микрофон тастап кетуім керек қой үйге қарай. Жоқ ресторанда. Төмен түсем, астына, кафесіне келем. Жоқ ана ресторанда, короче. Анау ше.
мынау ошо звондайм өшіріліп тұр телефон. 8 ба өлең кеткен ғой уже билеп жатыр уже халық ше шаршаған уже. Ана өшірмейсің бе деп келіп тұр маған қарай уже. Солтүстіктің тойы болды. Антракт болды. Антракт болып жатыр ғой кәдімгідей ше. Сонымен О басқа жаққа кетіп қалса тілек беруге. Жоқ көшіп кеткен ба? сонымен не керек? Алдым да қараймын ғой енді одан кейін не тілек бар өзі. Иә. Жаңа бірдеңелер дейді, жаңа жиендері алып қойған бірдеңелері аты бәрі жазып қойған ғой. Сонымен не керек тойдың бәрін бітіріп соңына батасын алып жатқан кезде асхана жақтан шығып келе жатыр ғой, поварлар жақтан. Сөйтсем сол жақтан қарап отыр екен. Егер шіріп кетіп жатса, шайып кетіп жатса, шығам. Ал егер не қылмай жатса, ұра берсін деген деп ше. Сонда ана 8 бидің ортасында байқамаған бол. Шіріп жатырғанымыз білген ғой, бірақ сонда да енді андай не дейді, бір отқа тастап кеткен ғой солайынан ше. И содан не дейді, бір шыңдалдық қой. Сөйттік те одан кейін той бастау қиын болды. Сөйтіп әйтеуір бүйтіп кетіп той бастап кеттік. Қазір басынан аяғына дейін былай. Мен біреудің тойында вообще өйтіп жасамайды екенмін. Иә. Ұят қой бұл деп. Жаңа Не ол жас баланы апарып тастап кеткен. асхана дегеннен шығады. Азалаға не болды? Асхана деген шығады. Баяғыда короче жаңа есіме түсіп кетеді асхана дегеннен. Мен дәл сондай бір жағдай болды да. Это бастапқы кездер ғой, сондай бастап жатқан кезде. Тоже бір ағамыз той басқарып жатқан тұғын. Сөйтіп мен анда әнші ретінде барғанмын ғой, бір екі өлең басып тастайсың ғой кейде бір. Бизон тиын береді күшті ғой айтамын. Аман ба дегеннің бе? Иә. Сөйтіп соған сол тойға барып өлең айтып тұрған кезде жаңа ағам кетіп қалды тоже. Жаңа сіз айтқандай. Сонымен ары уже ешкім жоқ қой, тамада, әншіде костюм шалбар киген мен ғана. Сосын тұрды да сен басқара сал деді. Басқардым. Ана кісі жоқ кетіп қалған. Сөйтіп тұрғанда жаңа той бітті, батасын алып уже рахметін айтып бітіріп жатыр тойды. Мен басқарып бітіріп жатырмын. Ана кісі асханадан шығып келе жатыр жаңа сіз айтқандай. сөйтсем сол жақта жұмыс істеген асханада палау жоқ десең. Кеч. Андай болды. Одан кейін не бар? тойдың басы бар емес пе? Тойдың басында басынан бастап алатын болдым бір тойларды ше өзі ше. Басынан аяғына дейін ше енді. Қорқасың ғой енді. Қыз бен жігіттің танысқаннан бастап па деп Иә, отырсың. сондай басынан аяғына дейін жүргізетін болып. Сөйтіп атып шығып, ана бір екі жаттан өлеңдерім бар. Ассалаумағалейкум, бірдеңе деп сөйтіп бастап жатыр ем. Бір әулет үлкендерінен бір кісі бүйтіп орнынан тұрып қалмаған, бүйтіп қарады ғой. Абзал қайда десе. Бүйтіп қарады да. Ана кісі көзім түсіп кетті бүйтіп ше. Дейді де отырды ғой. Содан жоқпын ғой короче ана шетте. Сынып қалдым. Таппай қалдым өз-өзімді. Құдалардан кейін тауып алдым ғой өзім ше. 3-4 лектерде уже бір ойын ойнатып шамалы кіріп халықтың ортасына ше. Не сөйлеп жатырмын, не айтып жатырмын түсініксіз. Жаңағындай ше, сөзім бір-біріне ұйқаспайды. Сондай бір моменттер болды. Ондай нәрсе менде де болады, братан. Менше кейде андай нәрсе болады. Тойды ойланып тұрасың ғой ше. Так мынаны бүйтем, надан кейін бүйтем деп. И ананы ойланып тұрып сөйлеп тұрасың ғой. Сол кезде мен деген менде кішігірім арабша сөйлеп жүрем, братан. Тамаса деп ұрып кете береді. Бағдар жартылады ондай нәрсе. Мен сендерге патолог айтып берейін. Сырт жақтың тамадалары бізге таң қалады ғой. Бір айда 35-38-ге дейін той болады десек ше. Мысалы августте сондай болды. Өткен бізде әбетте де жүргізесің. Әбеттен кешке дейін, кештен түнге дейін ұрасың ғой. 12-ден 6-ға дейін ұзату, 6-тан 12-ге дейін свадьба деген сияқты. Сонымен анандай нәрсе болады ғой бізде. Осы жазда сезонның кезінде қайнап жатқан кезде болған нәрсе ғой. Ол бір ауданға заказға баратын боламыз. Түнде бәріміз қайтамыз да, ертең сағат 11-де давайте ұйықта қалмайық, балдар. Өз төртеуміз жүреміз ғой. Музыкант, мобилограф, әнші, мен. Ұйықта қалмайық, кеттік. Той 12-де ғой ровно. 70 жас или 80 жас әйтеуір юбилей. Аудан, жақын аудан ба әйтеуір? Аудан, осы Қызылорданың ауданы ғой. Жалағаш ау. Деп отырсың. Қызылорданың ауданы ғой. Сонымен 12-дегі тойға 11:30-дарда қалада жүріп қой біз уже. Жай звондап бастады ғой. Шықпағансың. Азамат, қайдасыңдар? Келе жатсыңдар ма деді ғой. Баратырық деп. Біз бір-бірімізге жынданып жүріп, бәріміз ұйықтап қалғанбыз ғой. Мен анадан көрем, анау анадан көреді, анау менен көреді. Сонда кеттік әйтеуір жолға шығып жатырық. 10 минуттан кейін қайтадан звондады. Азамат, қай жердесіңдер деп. Міне жақындап қалдық. Әлі қаладан шыққан жоқпыз. И тағы ана үйдің келінін звондады. Қайдасыңдар? Жиналып тұр ғой адам, деді ғой. Сағат ровно 12. Біз уже зақтап жатыр. Машина деген
кәм 4-5 мың оборотпен кетіп бара жатыр ғой, басып бара жатыр әдеуге дейді. Сонымен кетіп бара жатыр. Бір кезде юбилей болатын кісінің өзі ондап жылайды ғой. Деп кәм, еба жаман боламыз ғой. Сөйтіп, өйтіп, бүйтіп жиналдық. Ресторанға кірдік. Мен рубашка мен костюмді кидім, астымда шорты. Оның астында не, тәпішкі. Сонымен кірдік та, бірінші стол әулет үлкендері, екінші стол мынандай деп уже балдар жинап құрып, дәл солаймен басылып кетті ғой той. Шортикпен. Жоқ, шортикпен басылған жоқ. Киіп үлгердік қой, бишілер билеген кезде жаймен киіп алдық қой. Сөйтіп сондай ұялған нәрсе болғанда ғой. Бұны бір деп қойыңыздар. Ұялған историялардың бірі ғой. Енді жыртысы история айтайын ба? Былай болады ғой, короче. Күшті подкаст келеді. Тыңдап отырсаңдар ше. Былай болады. Андай бар ғой, бір тойды жүргізесің, содан кейін сол тойдан шыққаннан кейін біреудің тойына өтініш той кіресің де ойын ойнатып бересің. Осыдан 1-2 жыл бұрын. Бір тойды жүргізіп жатамын ғой, костюм шалбар, сақиып киініп аласың. О, бірдеңе деп андай КВН-ский стильмен сөйтіп тұрамын да. Парт ете қалады ғой бірдеңе, 3-ші түлекте. Жаңағыдайларды. Парт ете қалады, ай білдім уже, өткені андай ушыбать етіп киетін да шалбарда. Сөйтіп бір таза жел кірді ғой, иә. Бір сквозняк соқты ғой. Мұздай бірдеңе бүйтті астыда. Сезілді ғой. Сөйтеміз, уже бір тілек кетеді. Парт, уже кетіп бара жатыр ғой, братан. Уже тойдың соңына келген кезде кәм ременнің қасына келді ғой. Ойлаш. Мұнауың пырта келіп отыр бізге. Ей, пырт жүргіз ғой. Пыртламады екен ғой. Тойда аяр деген шалбарды айырғадым ғой. Сонымен парт деп кетті да, анау ременге дейін барды, ремен ұстап тұр ғой. Киім ауыстыратын уақыт жоқ. Ана тойдан шығып. Шамалдан кейін ремен жыртылды десе. Жоқ, қолым денесі екі бөліп қалсам. Омыртқам жыртылды. Сонымен жартылып ременге дейін барып ұстады ғой. Уже екі мына шалбар бөлек. Алдымен кіріп, алдымен қайтып шығып кетті. Иә. Ауыстыратындай уақыт мұрша жоқ, үлгермейсің. Сонымен жүргізіп болды. Апыл-ғұпыл ғой, жина, ноутбук жина. Той бітті, той есіме есептескен жоқ қызлар. Ана тойға барыпсыз. Ана тойға барып, сол жыртықпен кірдім ғой мен. Кәм сол жыртықпен кіріп, сахна тұрды, сахнаның дәл мына жерінде тұрып, екілік бердім ғой. Науды кейін бірақ қатты жыртылып, одан кейін ол костюмді кимейтін болдым. Біздің де ататын таңымыз бар шығар. Байқайсың ба андай, біреудің өтінішімен барасың ғой тойға. Иә. Айырасың ғой. Нормально өзің айтқан бағаңа барып тұрған тойларда бір андай бір шайып кететін сияқты боласың ба, бір шандай. Шайып кетеді дегеннен шығып бір прикол айтып берейін. Короче, Бәйтерек деген ресторан болды, білесің ғой, братан. Сол Бәйтеректе свадьба болып жатыр ғой. Әлі де бар ғой. Көш бар ма? Мен білмеймін бар екенін. Сонымен Бәйтеректе... Астанада емес па деп жүріп отырса? Иә, күнделіктің сыртында тұрады. Сонымен Бәйтеректе свадьба болып жатыр ғой. Ана той... По расписанию ма? Соңғы жағында ата-ана қол тұра ма? Той иесінің қол тұрады. Бәйтерек той болып жатыр, домалағында дейді. Иә, төбесте ма? Бәйтерек ресторанда той болып жатыр ғой. Күшті болып жатыр той. Күшті болады уже. Президент бәрі жүріп отыр. Күшті болып жатыр сонымен. Өздері де әнші шақырып қойған, біздің де әнші бишіміз бар. Күшті басталды да. Сосын тойын иесі айтты ғой. Қазір бір апай келеді. Сол кісіні біз арнайы тойға шақырдық. Сол кісі келіп, қазір өлең айтады. Ол кісіні қашан келетінін білмейміз. Бірақ сол кісі обязательно тойға келген уақытында жібер деді ғой. Болды деп. Сонымен той болып жатыр, жастардың тілегіне келді. Жастардың тілегінен кейін жаңа апай келді ғой. Үміт Медеуова апай ғой. Ол кісінің ана қазақтың баласы деген көтеретін өлең ғой, кәм рухтандыратын ше. Апай қалайсыз, Үміт апай, келдіңіз ба аман сен? Я той иелері өтініш жасап еді ғой. Жақындықтары бар екен да. Сонымен келді, өлең айтып жатыр ғой Үміт апай. Қазақ, ана күшті өлең ғой. Ана бала нап шықты. И прикинь, сол кезде не болды десеңдерші. Қазақтың баласы деген кезде төбеде қазақтың балалары төбелесіп отыр ғой. Ойлаш. Мен андай көзбен қарап тұрмын ғой, бір клип сияқты ше. Официанттар мен жастар төбелесіп отыр ғой. Ортана
қазақтың ой біреудің үсті қан қазақтың жігіті дегенге де болады. ұлтының ұланы халқының қайсар бұрада анау бізде бір кинодағы эпизодтар клип болады ғой. Үміт апай байқадым ба байқамадым ба білмеймін, бірақ мына жақта жастардың столында официант, короче, біреу ей деген ғой официантқа. Официант соны көтере алмай қалған ғой. Қарғын болып жатыр. Прикинь, той ары қарай болған жоқ қой. Сол төбелес болып кетті. Далаға шығамыз ғой. Далада администратор официанттарды егере алмай жүр. Жастардың столында достармен официанттар бірге қырылады ғой. Скорый келеді, менттер келеді. Біреудің басына кірпіш қадайды. Бачты болып кетті сонымен. Ана музыка клип болды десең. Иә. Соны видеосын алғансыздар. Ол ендеше ол братан осыдан бір ше до карантина ма? Біраз жыл бұрын ол. Короче, мынандай болды. Ол кезден тойда төбелес болатын еді ғой. Ана адамның бір кейде бір өзің бір айтқан нәрсең орындалып кететін нәрселер болады ғой. Иә. Бір нәрсені ойлансаң орындалып кетеді ғой. Иә. Сонымен Қазалыда тойға барам, короче. 350 ма, 400 адам бұл жағында, ресторанда. Аузына дейін притык болып тұр ана неше ресторанда. Дың билеп жатыр. Не айтам, күліп жатыр, короче. Күледі. Жақсы кіріп жатыр, кәдімгідей дұрыс қабылдап жатыр. Өзіне өзі тиерлеп жүріп, кәдімгі күш жүргізіп жатыр өзіне. Ұнап жатыр ана ше, короче. Тойдың ортасына былай қарай ауып бара жатыр еді, сөйтіп жатқан кезде бірдеңе ойнайтын, гір-гір жыртып да тілек бердім да, тілек сөйлеп жатты, сосын барып, давай, билет жіберейік дедім да, бір жақсы музыканы жіберіп, тақырыпты жіберіп қойсам билеп жатты. Неше қарай музыканы шақырай келіп тұрдым да, бәрі күшті жатыр, иә. Осындай кезде свет өшіп қалса болады деп айта салам ғой өзім просто ешкімге айтқан жоқпын. Мен осындай кезде бұрқ деп свет өшсе иә деймін ғой. Прикинь, бұрқ деп свет өшіп қалған ше. Сосын кәдімгідей алла өзің кешір өтірік айт деп ше кәдімгідей ше. Тамады тамшылар. осы жазда болған тағы бір история бар бізде. Ана мен құдаларды андай өлең айтып шақырып ше. Ой, құдалар, бірдеңе деп ше, андай бүкілі орнынан тұрып. Соны бір тәте көреді ғой Инстаграмнан. Тағы бір ауданға шақырады ғой. Азамат дейді звондап тұр. Андайда о кісі постоянно Инстаграмнан көреді екен мені. Короче, негізі тамадамыз бар дейді. Бәрі бар, аншы-беші тамадамыз бар. Просто келіп, бір ойын ойнатып, сосын жаңа құдаларды айтып, соны не істеңізші дейді. Шақырып беріңізші дейді. Әншілік қадам осы жерден басталды. Сонымен ана кісілерге айтам ғой, осындай баға деп. Сөйтем көтермейді ғой. Азамат, пожалуйста, скидка жасап берсей. Просто 15 минут ғана келесін, тамада бәрі бар. Сөйтіп барам ғой. Барсам, ойлаш, қазақтардың тойы емес ғой. Қазақтардың тойы емес. Түріктердің тойы батыр ғой. Әйелдер бір жақта, еркектер бір жақта, кәдімгідей. Мә деп ше, андай болып қобалжыдым, мен уайымдадым. Қалай кірем деп. Сонымен барсам, андай дыңғыр музыкалар бірдеңе болып жатыр. И то мен қазақша сөйлеймін, түрікше сөйлей алмаймын дедім. Болды, өзім түрік тамадысы бар, айырып жатыр. Тойды айырып жатыр кәдімгідей. Сөйтіп барып, кіріп, ойын ойнаттым, қатты кірмей жатырмын. Мынау қалай болды дедім, сосын қайттан жаңа құданы өлеңмен шақырайық бірдеңе дедім. Ол да кірмей қалды. Одан кейін тұрдым да тағы бір ойын ойнатам ғой. Екі адам бір-бірімен ерегісіп қалды ғой. Ойын үстінде ерегісіп қалды. Не істерімізді білмей, біз қайттық дедім. Қайтып кеттік. Сол бір ақша, сол поездкішті, сол берген ақшасы бар ғой. Бір дарымады. Бір түрлі бір күн болды. Штрафқа түстік. Сосын не болды? Сондай нәрселер кетіп қалды. Біздің де ататын таңымыз бар шығар. Тамадыға байланысты дейді ғой той. Негізі тамадыға да байланысты шығар. Бірақ той иесіне де байланысты. Той иесі егер жаңағы тойдан қалмай, әркімнің тойына бірыңғай барып, соңына дейін отырып жүрсе, ол саған келген қонақтардың бәрі соңына дейін отырып, тілек тыңдап, жаңа берген батасын алып, сөйтіп барып қайтады.
ал біреудің тойына барып ішіп бардак шығарып ау деп жүретін болсаң немесе барып тек құттықтап қайттан кетіп қалатын болсаң, онда тойдағы адамдар да солай келеді екен. Мен солай байқадым. Өйткені үлкен бір кісілердің жаңағы мұғалім болған кісі, пәленбай жылы осындай жерде басқарған кісілердің тойларына барасың ғой, солидный кәдімгідей. Сол ана басқа ресторанда көресің, олар деп жүреді. Ана ресторанда жаңағы отырған кезде той иесін сыйлап, соңғы рахметіне дейін күтіп, сөйтіп рахмет деп шығып кетіп барады. Тып-тыныш отырады, ішіп жатса да үндемей отырады. Мен сол той иесіне де байланысты деп жатырмын. Неге? Бір оқиға болды. Жаңа менің өзімде де рекорд болады. Әр тамадада өзінде рекорд болады. Свадьбаны 1 сағат 40 минутта бітіргенмін. Тез бітіріпсіз аға. Иә. Свадьбаны 1 сағат 40 минутта бітіргенмін. Ол қалай болды десеңізші енді. Бізде Жаңақорған деген өңір бар. Шымкентке қарай жақын. Жаңақорғанда в основном той, Арал жақтар, Қазал жақтар, енді Қазал шамалы үйреніп келатыр. Арал жақтарда в основном кеш басталады. Онсыз басталмайды 9:30, онсыз той басталмайды 10:30-ға дейін кетіп қалады кейде. Жаңақорғанда тоже сондай. Шиелейде шамалы жақын үйреніп келатыр қазір Қызылорданың тойына. Сол Жаңақорғанның тойында айтамын ғой, братан, енді бізде мына жерден 2 сағат, 2,5 сағаттық жер ғой. Мен айтамын ғой, енді жұмыста 7-те шығатын ем. 9:30-да сен жақта болам. Сенің тойың 9:30, онсыз басталмайды деймін ғой. 7 деп шақырдым ба, брат, сені 7-те кесейін, ақшаны төлеп отырмын ғой дейді ғой. Брат деп ойланды, жоқ дейді ғой. Тойдағы үйленіп жатқан бала. Болды дедім. Сөйттім де 5-те жұмыстан шығып, 7-де барып отырмын ғой. Официанттар енді келіп жатыр, ана ішкеше. Отырдым. Сауыр әлбе ажырызды келіп. Қызығы, онда уже халық келе бастады. Онда 10:30-да шығып, не басталды ғой? Беташар басталды тойдың алдында. Сенесің бе? 10:30-да бастады да, маған 20 минутта ма, бүйтті ресторан ішінде ашып тастады. Сосын 10 минут ішінде отырғызып, халықтың бәрін ретке келтіріп, 11 болса. 11-де тойды бастадым да, 12-ден 40 кеткенде микрофонды бердім де кеттім ғой. Ренжімеді ма? Келді, бала келді, той иесі риза болды. Бала келіп айтты, ерте бітіп қалған жоқ па, ертерек бітіріп жүрген жоқпыз ба деп. 7-де келгенмін, 12:30-да кетіп баратым, 5,5 сағат осы жерде жүрдім. Той негізі 3,5 сағатқа келетін ем, негізі 5,5 сағат сен үшін жүрдім. Уақытым бөліп. Ренжіме. 7-де 7-де келдім, короче. Болды дедім. Болды, братан деді. Давай, есептесіп қайтып кеттім. Бірақ 1,5 сағаттың ішінде ойында ойнаттым. Иә. Вальсын бәрін тықтым. Сосын Жаңақорғанда бір-ақ тамақ береді ғой. Иә. 2 тамақ бермейді. Тамағын 4-ші лекте барып бердім. Үлкенді бас тамақ жеген. Бір-ақ тамақ сон. 4-ші лекке алып келдім ана тамақ. Қатыр күті. Тілек беремін де, бір билетімді қайта отырғызып жіберемін де, келесі шақырып тілек беремін, дұрр еткіземін де, ойын өтіп жіберемін де, кішкене ғана тарар еткіземін, та-та-та-та. Бәрін істеп үлгердім ана ішінде. 1 сағат 40 минутта. Бітіріп тастадым. Әдемі шығып кетсем, ана үлкен кісілер ойба бір күшті той болды, аман есен ерте қайтып барадық деп жатыр. Тамады тамшылар. Новый год алам. Банкет. Июльде. Маусымның 13-інде. Сонымен Новый год алам. Анау бір апта ғой, бір аптаны алып тастайсың ғой. Соның бір күні айтылды, полный орыс азаматтары болады деді, полный орыс азаматтары болады деді, бір мекеме. Пожарниктер ғой, МЧСниктер. И қалған қазақтар ыңғайлап, өзіңнің тілің ғой, біле бересің, ыңғайлай бересің. Ана орысша сөйлеу қиын ғой, по-любому не қылып қаласың, акцент бар, не бар, қисық орысшамен өтілмейсің ғой. Сондай ғой. Сондай, иә. Сонымен бардық салонға. Салонға барып, деп ондай любой сөзге әңгіме құрастырып кетесің да. Барсақ пожарниктер жүр. Иә. Да жоқ қойсаң. Иә, сөйтіп барсақ не қылдық кеше айтып бар. Барсақ әлемі. Айтыстай. Осы қызық емес осы кеше. Жоқ, қызық емес сол. Осы Қызық емес болса бір тықмайын аламыз. Болсын да қызық қой. Қызық емес. Крем, ресторанға крем. 75 орыс азаматтар отыр екен, 75 орыс отыр ғой. Неге ол? И анаған қатты дайындалған ғой енді, страшно. И мен андай барам, айтам, здравствуйте, поздравляем с Новым годом, анау-мынау. С наступающим деген сияқты. Сосын шақырам басшысын. Владимир Владимирович, Владимир Путин. Сөйтіп келем. Сөйтіп, қатты не бар, сөйтіп келем. Сонымен келді, басшысы келді.
айттым. Сен сөздерің бәрін кесіп тастаймыз ғой. Сонымен айттым, короче, у меня орысша, русский язык не очень дедім, я не очень. Но постараюсь я андай дедім. Все деді. Короче, өзің ыңғайла, ештеңе саспа деді. Давай, болды дедім. 75 орыс, ана той күшті болды. Новый год банкет, күшті банкет болды. И соңында, короче, до того, ана бір қызық болған сайын өзің шабыттана бересің ғой, кәдімгі ана орысша сөйлемейтін адам. Одан сайын сөйлеп кетіп, новыйдан орысша сөздер шығып, мына жағына келіп жүр, сондай болады ғой. Солармен бірге ішек кетті деген сияқты ғой, типа. Мен ешкім жоқпын, олар қатшы еткен. Сонымен, короче, бітті, андай қызық болды. Ана орыс тұрады да, басшысы ғой енді. Уважаемый, не деді? Дамы жасқана. Келіп атқан адамдар ғой енді, уважаемый граждане. Келіп атқан адамы. МЧС болғандықтан, жаңағыдай пожарник болғандықтан, олар, короче, бірдеңе, ура, ура деп айқайлайды ғой, бәрі. Бүйтіп айтты ғой, қасында тұрып. Тойдың басында айтты, банкеттің, қазақша айта берейін сіздерге. Тойдың басында бізге ескертті Нұрдәулет, что орысша дұрыс сөйлей алмаймын деп. Девантын жаққа, бейне орта деп отырсың. Орысша дұрыс сөйлей алмаймын деп ескертті, но көрдік, қолынан келгенше сөйлеп, біздің көңілімізден шығып, жаңағы не қылды деді ғой, атқарып шықты. Негізі біз қазақпыз десе. Давайте поднимем деді, короче, давайте барымыз бірге осы Нұрдәулет үшін алып қояйық деді, прикинь. Обычно адамға дұға қылады ғой. Мен үшін ішіп жатыр ғой жеңсің. Жүрген жерім сондай ма бірдеңе ғой. Қызығы бүйтіп тұрды да, ура, ура, ура деді да, 75 адам. Сен үшін алып қойды ма? Мен үшін алып қойды ғой. Күнәһар. Қызық ол енді орыс азамат оларға енді қызық шығар. Ты, короче, мынадай болады. Бітіріп Байқоңырда. Қызық емес. Темешек білемін. Айтып жүрсің ба? Байқоңырда айтып жүрейін де. Айтшы. Соң жаңа тұрымда уже енді мас болып қалғанмын ғой. Тұрдым да. Уважаемые дамы и господа, мой программа закончилась. Подходит к концу, но ваш вечер не подходит к концу деген ғой, соңғы жағында. Массамай. Тықмай ма? Тықмай ма? Тықмай. Жақсы, қазір аламыз. біздің де ататын таңымыз бар шығар. Байқоңырда бір риза болатын нәрсем, карантин уақытында бір андай бір неге барып қалдым. 30 жас па бірдеңені жүргізуге. Сонымен барып, жаңағы Құттыбайдың қазіргі несі бар ғой? Ақжайнақ деген сол кезде көрдім. Анау Білем, Инстаграмға салдыңыз ба? салды, не қылды, сол Ақжайнақ салғаны бар, видеосы бар. Жыртыс болды енді, былайынан келгенге, жыртып тастады енді. Сол отырыстан, короче, бір жігіт көрген мені. Сөйтетті, үйленейін деп жатырмын, бірақ жабық неде, осындай жерде, Ақайда, осындай жерде өткізем. Бірақ, брат, плюс 18 той жүргізесің ба дейді, жастар дейді, короче. Плюс 18 той. Боқтай берейін ба десем, иә дейді, короче. Бірақ, ана жастар жа көбісі білмейді. Бірақ енді қатты не қылма, бірақ айтты, ұра бер дейді, короче. Сонымен не керек? Үлкендер жоқ енді. Кәдімгі жастар шақырып алдым. Жастар той, таза жастар. Достары, коллективі, несі деген сияқты. Сонымен бірдеңе деп, сол тойдың бас жағы, короче. Сонымен бірдеңе деп, ана ойын атып жатыр ма жаңа, бірдеңе деген қалай деген сияқты, сөйтіп бірдеңе деп, кетчинар деген ғой, короче. Алар деген, деп жыртылады, короче. Короче, боқтап қатап жатыр аналар, сондай бір отырыс болды, свадьбаны солай жүргіздім. Прикинь, ол бала сұрады солайдан. И сөйтсем, ана бір ортасына беги жібергенмін ғой. Бүткіл бала жиналып, мені шақырады ғой, короче. Сыртқа шығып кетті ана. Шамал ішіп алған, айырамыз деп тұр екен да. Қайта ана бала, үйленіп жатқан бала тұрып айтып, тоқтатып, бұл, короче, біз солай келіскенбіз, мен айта береді, короче. Ешқандай да ренжімеңдер, мен де өзім келіскем сөйтсем, ана сол шамал қарай ма, былай бір жігіттердің сөзін тыңдай ма, сөйтіп басты ғой. Тамады тамшылар. Неше жыл болды қазір той басқарып келатқан, саған қарай оралайыншы өзім. Мен ең бірінші бастағаным 2014-те ғой. Қалай бастағанымды айтып берейін ба сендерге. Біз андай шустрый болдық қой, братан, білесіздер ғой, кішкентай кезімізден. Деп қалған, сөйтіп жүреміз де, бірінші курсқа түсеміз. Дам ой жоқ той жүргізем деген. Дам кәм ой жоқ. Фотоға түсіріп, не істеп жүрген кезіміз ғой. Ресторандарда суретке түсіреміз, сурет сатамыз, сөйтіп жүрген кезімізде біздің группаласымыз жақындайды ғой. Біз енді тойға кетіп бірдеңе дегенімізді естіп жүрген ғой. Сендер той жүргізесіңдер ма дейді ғой, короче. Сөйтіп группаласым, қасымда тағы бір досым бар менің.
Мико деген жігіт Иә. нақты тұрады той жүргізесіңдер ма негізі дейді ғой. Екеуміз бір-бірімізге қараймыз да ілейік деген сияқты. Жүргіземіз ғой. Ой, жатамыз біз. Әдем жүргіземіз. Сонымен мен, короче, туған сестрамның кішкентай ұлыма қызыма бар деді. Соның сол кездері болды, соны жүргізіп беріңізші дейді. Бұл жүргіземіз. Қанша болады дейді. Негізі екеумізге 20-мыңнан 40 қой. Саған 35-ке барып береміз. 5 теңге скидка істеп тұр ғой. 35 нормальный ақша братан. 2014-те сөйтіп бір доплата алып аламыз. 5 теңге алып аламыз да екеуміз отырып қой, не істейміз? Білмейміз, не істейміз? Давай бүйтейік. 6 тілектің 3 тілегін сен бастап шығасың, содан кейін мен шығып жүргіземін. Сөйтеміз де ана екеуміз дайындаламыз ғой. Ол Мико деген әнші жігіт негізі. Танисыңдар сендер. Әнші жігіт, сол екеуміз Миконың үй жағына барамыз да сарайда отырып дайындаламыз ғой. Алқалаған әлеумет, ойға көсем, тілге шешен, от тілді орақ ауызды дейтін нәрселерді параққа қараймыз да кәдімгі жазып аламыз ғой. Мико жазады, мен жазам. Біреулерге звондаймыз, сұрап аламыз, бір тамадаға таныстырып алып, бүйтіп бірдеңе құрадық қой содан. Сөйтіп Мико бастап, ассалаумағалейкум бірдеңе деп жүргізді. Четко кетіп отыр ғой той. Ойлашы, кәдімгі баяғыдан жүргізіп жүрген адам сияқты. Анаған енді братан кәдімгі КВН-ге шығатын кезде бір дайындаласың ғой ойынға. 10 күн ба дайындалғанбыз ғой тойға. Сабақ бітеді, үйге қайтамыз, Миконың үйіне барамыз, дайындаламыз. Сөйтіп дайындалып, анау 3 түлек бір, 3 түлектен мен шықтым, ойын ойнаттым. Сөйтіп ана той аман есен бітеді. Сорада сөйтіп андай нәрсе бар екен ғой, сол кезде білмейміз біз. Жақсы жүргізеді екенсің, визиткің бар ма дейді. Визиткі жоқ деп, салфеткеге номерімізді жазып бердік. Сөйтіп жүріп шығып кеттік қой тойға. Біздің де ататын таңымыз бар шығар. Карантин кезінде той жоқ қой, в общем. Короче, любой той келеді, шығып кете бересің. Бір ауданнан бір үйдің тойы келді, в общем. Мен үйдің тойын басқара алмаймын. Ол кезде әлі де басқара алмаймын ғой негізі. A few moments later. Бір кез жаңағы халықта ыңғайланды, пример түсінді ғой. Тұрам да анекдот айтамын деймін. Мен анекдот білмеймін. Анекдот білмеймін. Менің миымда ана не қалып қойған анекдот. Айбек Теңізбаев деген досымыз бар ғой. Соның өмірі ана Беташарда құдалық айтатын анекдоты бар. Шал мен кемпір тұрып ана шалдың сақалы өсіп кетеді. Соны кемпір айтады, ана сақалыңды алсайшы, балдарың ұяқты деп. Соны тұрып та сақалын бәріне қырып тастайды. Соны түнде екеуі шал мен кемпір ұйықтап жатса, шал тоңады да одеялын жауып алады, кемпір алып тастайды, одеялын жауып алады, кемпір алып тастайды. Азында ұрсады ғой кемпіріне. Мына одеялы неге алып тастады, мен тоңып отырмын ғой деп. Ой, сен жаңағы тоңып жатқан қайдан білейін, сақалың бет жылтырап жатқан, мен ана балдардың көтені ашық қалған шығар деп, сосын жауап қойып жатқан деген анекдот қой. Ол айырады. Айбек айтса. И соны мен айтып тұрмын ғой. Ал құрметті ағайын, осындай күшті бір керемет той болып жатқаннан кейін бір анекдот болсын деймін ғой. 20 адам отыр, енді 10-ы былай қарап, маған қарап тұр, 10 адам ары қарап тұр. Адамдар деп қарады ғой артқа. Не айтады екен деп қарады ғой. Тамақ салат бәрін қолды. И жаңа тұрмын да жаңағы шал мен кемпір болыпты, құрметті ағайын қояды. Сонымен жаңағы шал сақалын алып тастапты, бүйтіп тастапты, кемпірі ұрсып алып тастайды деп, соны үйге ұйықтап, одеяло ашық қылады, анау жауып тастайды, анау ашық, анау жауып тастайды. Сонымен тұрады десіне кемпір шал ұрысқан ғой кемпірге, неге алып таста бересің одеялды деп. Ой, кемпір ау, жаңа неге алып тастайсың деп, анау, ойбай сен сақалың бет, мен балдардың көтені ашық қалған шығар деп айтады дейді. Деймін ғой. Бітті ма сонымен? Ана маған қарап қалып қоймайсыз ба адамдар? Даже салат жей берді ғой. 20 адам ше. Ана жерде тек мен денем қалды. Памчымен. Рухым естен такси ұстап тұр ғой. Біздің де ататын таңымыз бар шығар. Короче, мен в основном музыкантпен жүремін. Сол күні как раз музыкант ауырып қалдым бірдеңе болды. Астана ресторанына барамын деп, бұрын Айжол Астана ресторанында музыкант жігіт болып жүрген. И сол бар деген миыма келеді ғой. Айжол бар ғой сияқты, енді ол отырып береді маған қарай деп. Барсам, жоқ қой, звондасам, братан мен ояқтан шығып кеткенмін дейді ғой. Орнына бір жігіт алған шығар дейді ғой, короче. Сөйтсем, бұл Астана ресторан астында кафесіндегі диджей болып отыратын бір баланы әкеп, ол кәдімгі диджей ғой, короче, ол жаңағындай ше клубқа қосатын бірдеңе ше сондай. Сонымен анаған тұрып айтамын, брат, мен той жүргізейін деп жатырмын. Короче, қазір сценарийімді түсіндірейін саған деймін ғой, короче. Мен жаңа бишілер шыққаннан кейін мен шығам, маған бір нормальный фанфар берсең болды. Сосын
той үйлерін шақырам. Сол кезде бір күшті бір фанфар беріп, той үйлерін шақырам, тойский. Сосын жастарды шақырам. Дедім, болды деді. Дайындап қоямын ғой деді. Жақсы дедім. Десе, мен шығайын деп жатқан кезде музыка ше қандай музыка болды? Бір ел болса, бірден болсаң, қазағымның қаласы дейтін ше. Соны қосады ғой. Құрсыншы дедім, ат шықын, амандасын, бірдеңе. Той елін ортаға шақырайық десе, бір ел болса, бірдеңе деді. Анау ше. Той иесі, ана шапалаққа да келмейді, ана ыңғайсыз ше. Бір ел болсын. Ол бір патриотический өлең бар дейді, сонда бірдеңе ғой жаңағы көз елім менің деген сияқты бір сондаймен шығарып тұр ғой. Сөйтіп бір айналдырдым да, короче, той иелеріне музыкасы шапалақ деп андай бірдеңе қылып келтірдім да. Сосын енді жастарды қарсы алайық деп, жар әнімен қарсы алайық деп. Жоқ. Түн жар әні ше, ана баяғы жар әні ғой көрші. Басталам деген ше, прой ше. Енді басталып жатыр да. Деп келді ғой жүр. Сөзі шыққан жоқ анам ше. Қолашаттың на-на-на-на деп жерді қосу көріп қой сосын жар ямаса бірдеңе деп анау ескісін тауып алған Дос Мұқасанның баяғы жарын. И анау анандай кетті да. Давление деген көтеріліп барады ше. Сосын бірден түсіндім, короче, жастар ортаға отырғызып тастадым да. Әулет үлкендерін шақырады, бір ел болса деген. Әулет үлкендері шықты ғой. Шықтым микрофонды әулет үлкендеріне бердім да. Администраторға қарай жүгірдім ғой. Жүгіріп барып, кәдімгі сол полный ресторандағы администратор болады ғой. Сол администратор өзі шамалы отырады екен. Соны желкелеп алып келіп отырғызып қойдым да. Білмеймін ештеңені. Тойда осы ресторан аппаратура бірдеңе деп ақшаласыңдар ғой сендер. Давайте отырдым да. Или бір новый аппаратчик тұрып бер маған қазір, срочно бер. Мынау отыра алмайды. Қойып жіберіп, ана бала отырып шамалы. Ол ана полный ресторан рациямен отыр, ол жаңағыдай. Тамақта барсаңдар, ана бірдеңе официантармен қырылып жаңағыдай ше. Свет өшір, бірдеңе деп отыр. Музыка. Тамақта барсаңдар, бірдеңе. Бір ел болса. Бір ел болса мен соныкі басқа нормальный шамалы. Тамады тамшылар. Құрметті көрермендер, енді кішкене ғана бір қорытындылайық. Бүгін Азамат тағы да бір алдағы уақытта да шақырып әңгімесін тыңдауға болады. Енді кейбір әңгімелеріміз внутряк дейміз ғой, жалпы Қызылорданың ішіндегі әншілер, музыканттар, тамыр таныстарды, ат жөндері кетіп қалып жатыр. Бірақ енді тойда болған қызықты оқиғалар өте көп. Біз алдағы уақытта да біршама тамадаларды шақырамыз, үлкен тамадаларды кезіндегі азулы, әйтеуір ел алдында жүрген мықты тамадаларды шақырамыз алдағы уақытта. Бұл бастамасы. Бізді қолдаңыздар. Қалай қолдайсыздар? Оны әлеуметтік желіде біздің парақшаны Инстаграмда, ТикТокқа да шығады, біздің YouTube каналға да шығады толық версиясы. Сол жерде пікір айтыңыздар, комментарий жазып, лайк басып бізді қолдап қойыңыздар. Азаға рахмет, көп-көп. Күшті. Қуаныштымын. Құдай қаласа басталып, андай әрі қарай жалғасатын әдемі передача болсын. Тоқтамасын. Тоқтап қалмаңыздар әлеке. Сәттілік тілеймін. Құдай қаласа менен де жақсы асабалар бар шығар деп ойлаймын қалада. Сол жерде шақырыңдар. Ол да еліңдер. Бір ел болса, бір ел болсын.